Сәлем менің сүйікті досым, менің арнама қош келдің. Қызыл подписаться деген батырманы басуды ұмытпа. Бүгінгі видеода біз панкейк жасайтын боламыз, ал ендеше кеттік. Мискамызға бір жұмыртқаны саламыз. Оған қант саламыз және де жылы сүт, одан соң сұйық майды құямыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Енді ұнымызды алып, оған бір кішкентай қасық разрыхлитель саламыз. Және де бір аз қасық какао саламыз. Мен қазір шоколадный панкейк жасағым келіп тұр, сондықтан какао салдым. Егер де сіздер просто какаосыз жасағыларыңыз келсе, жасай беріңіздер. Онда ұнды көп алсаңыздар болады. Мен оны салдым. Енді біз жақсылап араластырамыз оны. Осындай консистенция шығу керек. Енді оны плитада біз пісіретін боламыз. Мен осыны құйып жатырмын. Енді осыны пісіреміз. Осылай көпіріп жатқанда оны біз айналдыруымыз керек. Менің панкейктерім осындай дайындалып жатыр. Мен әлі де пісіріп жатырмын. Міне біттім. Енді мен осы панкейктерға помадка жасағым келіп тұр. Помадкаға мен 2 кішкентай қасық қант саламын, және де 1 кішкентай қасық какао саламын. Және де оған су қосып біз жақсылап араластырып, оны микроволновкаға салып растапливать етеміз. Мен еріттім және де осыны құйып жатырмын. Мен оны әдемілеп жатырмын қазіргі жағдайда, және де оны мен малиналармен әдемілегім келіп тұр. Сондықтан мен замороженный малинаны алып шықтым, мені жағдайындағыдай, соның үстіне әсемдедім. Менде осындай әдемі шоколадты панкейктер шықты. Көргендеріңізге көптеген рахмет. Лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бәріне сау болыңыздар.